SQL бойынша сабақтар сериясын бастаймыз. Енді SQL дегеніміз не? SQL дегеніміз бұл сұраным тілі көптеген деректері базасы. Біз жұмыс жасауымыз мүмкін осы SQL тілінде жұмыс жасайды. Мысалға айтатын болсақ, MariaDB бар, мына жерде Postgres бар, мен өзім жұмыс жасап көрген. Одан кейін көпшілігі қолданатын мына жерде MySQL бар. Бізде мен байқаған бойынша осы танымал. Әрине MongoDB деген бар, ол SQL-ге жатпайды. Ол басқа тілде жұмыс жасайды. Ол NoSQL системаға жатады, ол басқа тема. Енді бұлардың барлығы жеке-жеке деректер базасы, бірақ барлығы осы SQL тілінде жұмыс жасайды. Бұлар типі, мысалға айтатын болсақ, Америка бар, Англия, Канада, немесе Австралия бар. Оларда жеке-жеке ұлттар ретінде қарастырғанымен, олардың бәрі практически бұл ағылшын тілінде сөйлейді. Енді кішкене бір сөздерінде айырмашылық болуы мүмкін, бірақ ағылшын тілінде основной. Мына SQL тілде сондай, әрқайсында жеке бәрі SQL-ді қолдағанымен, кейбір жерінде чуть-чуть айырмашылықтар болуы мүмкін. Мысалы, Oracle бар, тағы SQL системалар көп. Мен ең танымал дегендерін мына жерде көрсеттім. Мына сайтқа сілтеме осы видеоның астында. Бұл SQL-мен жұмыс жасау үшін біз осы сервисті қолданамыз. Әрине, MySQL-ді компьютерге орнатып, немесе Postgres, PHP, MyAdmin орнатып, далбит етуге болады, бірақ ол деген жаңадан бастаушыларға слишком қиын болуы мүмкін. Сондықтан біз бірінші осы SQL-ді осылай ең оңай тіл арқылы, ең оңай құрал арқылы біз үйреніп алайық. Бұл жерде бізге керек барлық, бізге қажет дүниелер бар. Яғни мына жерде міне деректер бар, таблицалар, одан кейін міне SQL запросты біз осы жерге жазамыз. Енді SQL-де данныйлар таблицада тұрады. Әртүрлі, мысалға бізде блог сайт болатын болса, жаңалықтар сайты, ол жерде посттар болады, ол жерде категориялар сақтайтын бір жер болады деген секілді. Мысалға міне категория деп тұр. Мынау интернет-магазиннің сондай деректер базасы. Бұл жерде customers деген бар, яғни клиенттер тапсырыс беретін болса, customers деген жерде біздегі бүкіл даныйларды сақтайды. Біздің тапсырыстарымыз туралы ақпарат, біз туралы ақпарат, телефон номер, email деген секілді. Интернет дүкенде категория болады. Мысалға сулпакты алатын болсақ, телефон, компьютерный компоненттер, пылесос, кітаптар деген секілді. Категория employers, одан кейін шамасы болу оларда жұмыс жасайтын адамдар саны. Мен ағылшынша кейбір сөздер дұрыс түсінбеуім мүмкін. Order details деп тұр. Мына жерде тапсырыстар саны, мынау клиенттер, мынау жеткізушілер шамасы. Ағылшынша мен мына сөзді дұрыс аудармауым мүмкін. Әрине, оны өзіңіз қарайсыз. Біз осымен жұмыс жасаймыз. Енді customers дегенді басатын болсақ, міне мына жерде көптеген ақпараттар тұр. Одан кейін категория дегенді басатын болсақ та, міне ақпараттар тұр. Яғни бұл жерде SQL запрос, бірінші SQL запрос міне мынадай. Select, одан кейін осындай звездочка қоямыз, және from. Мына жерде мынаны алып тастайық. Бұл не үшін екенін түсініксіз. Енді run SQL дегенді басамыз. Сол кезде біз айтамыз. Так, қара, бізде маған orders деген таблицаның ішінде не бар, соның бәрін маған бер. Яғни маған көрсет деп тұр. Мына жерде міне қарағанымыздай ішінде 196 запись тұр. Соның барлығын бізге көрсетті. Мына жерде міне order ID тұр, customer ID, employer ID, order тапсырыстың уақыты және shipper ID. Бұл жерде басқа да ақпараттар болуы мүмкін. Мына жерге бізге orders емес, мысалы customers дегеннің ішіндегісі керек болатын болса, онда customers деп жазамыз. Run SQL. Сондай жағдайда мына жерде қанша запись бар, соның барлығын бізге қайтарады. Енді бұл жерде бұл әрине бұлай жазу қатты дұрыс емес. Біріншіден бізде мына жерде барлық данныйды алып тұрмыз. Мына жерде бізге барлығы керек емес болуы мүмкін. Екіншіден, мына жерде 91 тұр, мына жерде 91 миллионы болуы мүмкін. Ондай жағдайда бізге жай ғана өзімізге қажет көлемде алуымыз керек. Сайтта байқайтын болсақ, пагинация бар. Мысалы, SQL деп қарайтын болсақ, мына жерде міне екінші, үшінші, төртінші деген секілді. Мына жерде бізге өте көп ақпараттар табылды. 240 миллион результат. Бірақ оның барлығын бізге көрсетпейді ғой. Бізге тек қана белгілі бір көлемін көрсетеді, яғни 20 штук. Бұны біз SQL-ді қалай жазамыз? Limit дейміз, 10. Бұл жерде енді запрос былай. Маған customers'тың ішінде не бар? Барлығын көрсет, 10 штук. 10 штуктан аспасын. Міне, көріп тұрғанымыздай бізде 10 штугын көрсетеді. 15 дейтін болсақ, 15 штук
Ал енді қараңыз, егер 100 дейтін болсақ, бізде 91 шығады, себебі мына жерде 100-ге жетпейді. Ондай жағдайда бізде қанша штук бар, соны ғана көрсетеді. Одан кейін бізге кейбір ақпараттар керек емес болуы мүмкін. Мысалға бізге тек қана customer ID керек және customer name керек. Одан кейін қаласының аты керек. Сондай жағдайда мына звездочканың орнына customer ID дейміз, үтір қоямыз, customer name, одан кейін city, run SQL. Сондай жағдайда көріп тұрғанымыздай, мына жерде міне customer ID тұр, customer name және city. Бұл жерде енді кейбір разработчиктер бар, мына жерге звездочка жаза салады. Бізге шыны керек мына жерде ақпараттың барлығын алып керек емес. Бұл лишний нагрузка. Егер қарайтын болсақ, бізде мысалға осындай сайт бар деп алайық. Бұл сайтта түсінікті пост деген ба, бір айтыр, news деген ба, немесе сол сияқты articles ба, любой бір таблицаның аты бар. Сол жерде мына жердегі бүкіл жазбалар тұрады. Бізге қолданушы осы сайтты ашқан кезде бізге керек ақпараттар тек қана мына жерде алатын болсақ, картинка, қай категорияға жатады, мынаны жазған адамның автордың аты және мына жерде не тұрады, бұл мынаның тақырыбы. Бізге осы керек. Ал енді мынаны ашқан жағдайда бізге картинкалер мынау керек, мына датасы керек, фото қай жерден алынды, одан кейін соның полный тексті керек. Ал мына басты бетті ашқан кезде бізге текст керек емес. Сондықтан біз өзімізге қажет данныйларды ғана мына жерде жазамыз, яғни қолданушыға көрсету үшін. Реально программа жасаған кезде бұның барлығы түсінікті болады. Ал кейбір разработчиктер кезінде менде солай жазған, бүйтіп жаза салады. Содан жазады, запрос жолдайды, өзіне керегі мына жерге қолданушыға көрсетеді. Ал мыналар әрине көрінбей тұрады, дегенмен ол лишний запрос және бұл лишний нагрузка. Базовый деңгейде біз осымен жұмыс жасадық. Енді келесі сабақтарда SQL-дің басқа мүмкіндіктерін қарастырамыз. SQL сабақтарын жалғастырамыз. Енді бұл сабақта біз мына деректерге өзімізше сұрыптау жасаудың басқа да бір жолдарын қарастырамыз. Бұл way деп аталады біріншісі. Біз былай қарайық. Мысалға, бізде блог сайт бар. Ішінде әртүрлі қолданушылардың жазбалары бар. Бір жазбаны басқан кезде бізге сол жазбаны алу қажет. Оны SQL түрінде мысалы қалай жазады? Тек қана белгілі бір ғана объектіні алу үшін базадан. Ол үшін way деп жазамыз, яғни соның ішінде былай жазсақ болады. Customer ID тең болады, мысалға айталық 1-ге. Міне. Сол кезде көріп тұрғанымыздай, мына айтады, бізге customers'тың ішінен ал және мына customer ID тең болу керек 1-ге. Сондай жағдайда міне 1-ге тең болған, мынау 1-ге тең, бізге тек қана осыны шығарып тұр. Немесе біз былай жазсақ болады. Country тең болады Германияға. Бұл осылай сұрыптау жасайды. Көріп тұрғанымыздай, мына жерде міне бүкіл жазбаның ішінен қайсының country деген полясы Германияға тең, бізге соны шығарып беріп отыр. Одан кейін қосымша мынадай запрос жазуға болады. Or деген country Германияға тең болса, немесе Франция, Париж деп мен қаласын айтып кетіппін ғой. Сондай жағдайда міне көріп тұрғанымыздай, мынау айтады. Customers'тың ішінде country, яғни қай елден екен Германияға немесе Францияға тең болатын болса, бізге соны қайтар деп тұр. Мына жерде көріп тұрғанымыздай, мынау Германияға тең және мына Франция, басқа ел жоқ, басқа данный жоқ. Біз мына жерде нені сұрадық, бізге соны беріп тұр. Одан кейін мына ордың орнына and деп жазсақ болады. Бұндай жағдайда біз былай істесек болады. Мысалға country Францияға тең және соның ішінде Францияның ішінде Париж деген мысалы қала бар. Және city, яғни мына полия тең болу керек Парижге. Міне көріп тұрғанымыздай, сондай жағдайда бізге 2 жазба қалдырады. Бізде 2 бар, яғни страна тең болады мына жерде Францияға және соның ішінде Париж қаласынан жасалып отқан біздерге міне, яғни бар клиенттерді шығарып беріп отыр. Бұл осындай запрос. Одан кейін сұрыптаудың тағы бір түрі бар. Бұл order by, яғни бізге қандай рет бойынша көрсетеді. Order by біз егер қарайтын болсақ, customer ID деп жазамыз және сол кезде мыналардың орналасу ретіне назар аударамыз. Сол кезде бізге ештеңе көрінбейді.
Ал енді order by desk деп жазатын болсақ, мына жерге қараңыз. Керісінше жоғарыдан басталады. Яғни 91, 90, 89 деп қандай үлкен цифр бар, содан басталады. Ал мына жерге біз ештеңе жазбайтын болсақ, ол автомат түрде, яғни дефолтный түрде, мына программистердің тілімен айтатын болсақ, ол ask-тен басталады. Не қосымша біз бұл жерге customer ID емес, егер customer name дейтін болсақ, мына жерде міне бұл жағдайда алфавит бойынша, яғни A басталады, одан кейін B, A, B, C деген сияқты сондай алфавит бойынша. Егер desk деп жазатын болсақ, бұндай жағдайда міне керісінше W соңғы әріп, яғни соңынан басталады. Қосымша бұл жерде біз басқасында көрсек болады. Мысалы, country бұндай жағдайда да мынау ID бойынша кетеді. Одан кейін date деген бар деген секілді. Біз түсінікті болу үшін мына жерде orders дегенге барайық. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай мына жерде міне date деген бар. Яғни orders дегенді аламыз. Бұндай жағдайда order by order date дегенді басатын болсақ, бізге керісінше міне автомат түрде осылай тұрады. Бірақ егер desk деп жазатын болсақ, міне ең соңынан жасалған тапсырыстарды бізге міне көрсетіп тұр. Әдетте мына интернет дүкендерде болсын, немесе басқа да программаларда болсын, бұндай order by деген біраз жерде негізі қолданылады. Бұл өте маңызды. Бұлардың барлығын бірге қолдансақ болады. Мысалға айтайық, select from customers, одан кейін осының ішіне аламыз, және where тең болады қаланың аты, яғни елдің аты тең болады country тең болады Францияға, және біз осылай орындайтын болсақ, міне былай кетеді. Одан кейін order by, яғни одан кейін мына жерге жазайық. Айталық postal код бойынша алсақ болады, немесе customer ID бойынша алсақ та болады. Кез келген полямен. Customer ID desk-қа тең. Сондай жағдайда міне тек қана Франция еліндегі тұрған, мына customers деген енді клиенттер ғой былай. Сол жерде бізден ID бойынша ең жоғарысы, яғни 85 жоғарыда тұрады. Ал аздан болатын болса, бұл төменде болады деген сөз. Қосымша біз былай жазсақ та болады. Мынаның ішіне бірге біріктіру арқылы and тең болады city, мысалға айталық Париж. Сондай жағдайда міне осылай орындалады, және жоғарыдан басталады, міне көріп тұрғанымыздай. Яғни бұл жерде барлығы бір-бірімен байланысқан. Және қосымша мына жерге or запрос немесе басқа да түрлерін қосып жұмыс жасап көрсеңіз болады. Мына сервиске сілтеме төменде ішіне кіріп, осылардың барлығын жеке-жеке қайталап көрсеңіз болады. Бұл жолға SQL сабағында біз update пен танысамыз. Яғни update дегеніміз не? Бұл дегеніміз бізде бар жазбаны өзгерту. Мысалға айтатын болсақ, кез келген бір жаңалықтар сайтын болатын болса, ол жерде бір салынған ақпарат кейін өзгертілуі мүмкін, ішінде сөзде қате кетіп қалуы мүмкін, соны ашады, админ арқылы өзгертіп, одан кейін сақтайды деген секілді. Ал енді біз бұны SQL арқылы қалай жазамыз? Қазіргі жағдайда бізде былай деп алайық. Мына жерде міне айталық, осындай аттар тұр. Бұл жерден біз айталық, мысалға мына 7-ші осы ақпаратты өзгертіп қарайық. Мына жерде мына customer name деп тұр. Осыған мен өзімнің атымды жазайын, және мына жерде city деген жерге өзімнің любой бір Қазақстанның қаласын жазып қояйық, және мына ақпараттарды өзгертуге болады. Ол үшін біз не істейміз? Бірінші update деп басталады, update customers. Яғни update, одан кейін мына customers деген осы таблицаның аты. Set деп жазамыз, одан кейін бізге керегі таблицаның аты. Мысалға customer name тең болады Ертай Қуанышев. Үтір қоямыз, және city. City тең болады Алматы. Енді біз бұлай жазатын болсақ, бұл мына customer name барлық жазбадан өзгеріп кетеді. Яғни бұл әрине жақсы емес. Сондықтан міндетті түрде әдетте where жазамыз. Where. Именно қайсысын өзгерту керек? Жазамыз where customer ID тең болады. Мысалға текущий жағдайда бұл 7. 7 деп жаздық. Енді бұл айтады. Қара, мына жерде customer ID 7 деген бар, соның ішінде customer name бар, соны Ертай дегенге өзгерт, қаласын не деп тұрса да оны Алматы дегенге өзгерт деп команда береді.
осыны бассамыз былай, мен мынаны көшіріп алайын кейін жоғалтып алмас үшін. Сондай жағдайда міне бізде өзгерістер енді біз customers дегенді басып қарайтын болсақ, 7 дегенді ашып қарайық. Міне 7-ші Ертай Қуанышев, окей. Қала, мына жерде Алматы, окей. Және мына жерде біз өзгертпеген ақпараттар бұрынғы қалпында тұр. Бұл дәл осылай жұмыс жасайды. Енді бұның барлығын бұрынғы қалпына келтіру үшін мына жерде Restore Database деген бар. Бұл сервисте өзі солай ыңғайлы істелген. Соны қолдансақ болады. Бұл жерде не только мына екі поле, басқа да поляларды өзгертуге болады. Әрине, жалғыз өзгерту қажет емес, ол Customer ID деген. Себебі бұл жерде бұл кез келген жазбада өз уникальный бір ключ болады. Ол ключ есебінде әдетте осындай міне сандар қолданылады. Бұл жерде байқаған болсаңыз, бұл сандар қайталанбайды. Енді біз осыны жазамыз және ID 7 емес, мысалға 8 дегенге өзгерте аламыз. 8 дегенді соған өзгерте аламыз. Үтірді мына жазып қажет емес. Және 8-ті өзгерттік. Және сондай жағдайда міне бізде 8-ші поляда осылай кетті. Көріп тұрғанымыздай. Бұл жерде біз жай ғана белгілі бір мына жерде біреуін ғана емес, барлығын өзгертуімізге болады. Ол үшін жай ғана біз мынаны алып бастап біз өзгерісті былай жіберетін болсақ, Customers деген жерде барлығында міне Ертай Қуанышев деп тұрады. Әрине, егер сізге біреуін ғана өзгерту қажет болатын болса, случайно ұмытып кететін болсаңыз, онда барлығы кетіп қалады. Сондықтан мына жерде 91 запись тұр, 91 запистің бәріне кетеді. Сондықтан мынаны алдын ала көшірмесін, әдетте деректер базасының көшірмесін жасап қояды. Және бұндай жазғанда абай боласыз. Себебі интернетте жоюға қатысты, апдейтқа қатысты осындай әртүрлі мемдер бар. Осы ұмытып кеткен жағдайда осылай болады деген секілді. Енді біз осыны алайық және қайтадан қалпына келтірейік. Customers дегенді ашамыз. Енді бұл жерде былай істеп қарайық. Мысалға, алдында үйренгендерді қосайық. Ойя дейміз. Сондай жағдайда айталық. Мысалға, айтайық City тең болатын болса Берлинге және немесе мына жерде City тең болса Лондонға. Сондай жағдайда бізге Берлин мен мына жерде Лондон дегенге тең болып тұрған барлық поляларды осылай өзгертеді. Міне көрейік. Мына жерде міне жетеуіне өзгеріс енді деп тұр. Ол көбірек болуы мүмкін. Егер қарайтын болсақ, міне мына жерде біз жазғанымыздай жаңағы Лондон және біз жазған қалаларды солай өзгертеді. Мына жерде міне Ертай Қуанышев деп тұр. Қаласының атын міне өзгертіп жіберді. Және мына жерде де міне Ертай Қуанышев деп тұр. Және мына жерде. Яғни жаңа условия келетіндерді сол жерден өзгертіп шығады. Қайтадан қалпына келтірейік. Және Customers'ты ашамыз. Және қосымша түрде солай жаза берсек болады. Қосымша мына жерде тағы да мынадай жазып берейік. Мысалға бізге postal код деген бұл жерде айталық мынаған тең болса. Postal код мынаған тең болатын болса және немесе деп жазайық. Немесе postal код осыған тең болса. Сондай жағдайда барлығын міне мына customer name деген жерде барлығын Ертай деген сөзге өзгертеді. Іске қосамыз. Сондай жағдайда міне тек қана бір ғана поляға өзгеріс енгізді. Customers дегенді көреміз. Және мына жерде біз жазғанымыздай жаңағыдай осы жерде міне мынаған өзгеріс енгізді. Біз қосымша мынадай код жазып көрейік. Сондай жағдайда бізде postal код егер осыған тең болатын болса, онда біздегі мына жердегі деректерді өзгертеді. Қазір мына жерде міне біріншісін алдым. Енді мен базада қанша сондай postal коды бар, данные бар екен мен білмеймін. Іске қосайық, сол кезде міне біреуі өзгертіледі. Customers дегенді басамыз және мына жерде көріп тұрғанымыздай барлығы Ертай дегенге өзгертілген. Енді сосын тағы да былай жасасақ болады. Postal код мысалға айталық осыдан үлкен болатын болса, қазіргі жағдайда біз мына 3012-ден, яғни 3013 деп жазайық, 3013-тен жоғары болатын болса, соның барлығындағы customer name'ді Ертай дегенге өзгертеді. Сондай жағдайда бізде 37 поляны өзгертті.
Міне мына жерде де ертай, яғни мына жерде айтқанымыздай жаңа 3000 сондай деген цифрдан жаңа жазған ұмытып қалдым, сол цифрдан жоғары болатын болса міне өзгертеді. Яғни 12000 деген мына жерде, міне 5021, 5023 деген секілді. Соның барлықтарын мына жерде міне өзгертіп шықты. Ертай деп тұр, мына жерде ертай. Бұның барлығын әрине мен түсінікті болу үшін жазып жатырмын. Текущий жағдайда мына customers деген жерде әдетте реальный проект болса, әрине ол жерде өзгертпейді. Ол басқа бір проектлерді қолдану мүмкін. Бұл жай ғана біз осы update дегеннің маңызын түсіну үшін. SQL арқылы жою командасын қалай жазуға болады? Әдетте бізде қандай программа болсын, сол жерде деректер тұрады, қолданушының деректері. Ол қажет емес болған жағдайда біз оны жоямыз. Мысалға, қазіргі жағдайда мына жерде сатып алушылар тұр. Неактуальный болатын болса, біз бұл жерден кез келген жазбаны жоя аламыз. Ол үшін біз бірінші delete деп жазамыз. Бұл жерде барлығы ағылшынша сөздер өте простой. Delete from. Именно ненің ішінен жою керек. Customers дейміз және айталық where мына жерде санын байқап отырыңыз, 91 деп тұр. Қазіргі жағдайда біз үшінші полияны жойып жіберейік. Where customer ID тең болады 3-ке. Customer ID 3-ке тең болады және соны жояды. Іске қосамыз және мына жерде міне бір жолақ жойылды. Customers дегенді басамыз, сонда жағдайда байқап отырғанымыздай міне 90 запис қалды, 91 емес, 1-2, міне үшіншісі міне жоқ. Жою командасын осылай орындасақ болады. Бұл біздің жазғанымыз өте простой түрі, біреуін емес, біз барлығын жоя аламыз. Ол үшін біз delete from customers дейміз. Окей, бах, мына жерде міне 90-ның ештеңесі жоқ. Қайтадан қалпына келтірейік барлығын жұмыс жасау үшін. Енді бұл жерде алдында where дегенді мысалға біз қарастырдық. Белгілі бір условия бойынша. Сондықтан біз былай жасап көрейік. Мысалға, мына жерде запистерді егер country деп тұр, сол Францияға, жарайды, Германияға тең болатын, жарайды, Франция деп жазайық. Немесе кез келген бір елді таңдаймыз, соған тең болатын болса, соларды ғана жояды. Ол үшін біз жазайық, delete where country жазайық. Егер country айталық Германияға тең болатын болса, онда біз барлығын жоямыз. Бұл команда айтады. Тәк қара, мына жерде customers деген бар, сол жерден бүкіл жазбаны жою керек, егер мына country Германия дегенге тең болатын болса деп айтады, сондай бұйрық береді. Іске қосамыз, орындаймыз және бізде міне 11-і жойылды. Customers'ты қарайтын болсақ, міне 91 запистен бізде 80-і ғана қалды, 11-ін жойып жіберді. Мына жерде көріп тұрғанымыздай Германия деген атымен жоқ. Қосымша біз басқасын да жазсақ болады. Не только country, мысалға айталық, егер city мысалға осыған тең болса. Немесе бүйтіп жазайық. Мына postal code 10-10 дегеннен жоғары болатын болса, айталық 10-10-нан postal code тең болатын болса, мысалға 10-10 дегеннен жоғары болатын болса, барлығын жой, яғни мынаған қарайды, мынадан төмендерін жоймайды, мынадан жоғарыларының барлығын базадан жойып жібереді. Міне көріп тұрғанымызда енді run дегенді басамыз, міне 60 запис бізден жойылды. Базаны қарайтын болсақ, жаңағы 10-10-нан жоғары, міне 10-10-ның өзі тұры, және одан жоғарыларының біз барлығын жойып жібердік. Енді біз осындай, бұны біз басқа да мына жерде бөліктермен көрсек болады. Мысалға мына жерде orders деген бар, сол жерде айталық мысалға, егер тапсырыс айталық 1996 жылдың 7 айының 22-сінен бұрын жасалған болса, соның барлығын жойып жібер деген секілді. Немесе shipper ID осыған тең болса, немесе ол заказ өтіп кеткен болса, срогі деген секілді, сондай жоятын программа керек болған кезде осындай базаға SQL запростар жолданады. SQL арқылы қалай таблицаға жазба қосуға болады? Бүгінгі сабақта біз осыны қарастырамыз. Мына жерде қарайтын болсақ, бізде әртүрлі жазбалар тұр.
Бұл жазбаны кезінде біреулер қосқан, яғни бұны қалай қосамыз? SQL арқылы. Бұл жазба әртүрлі болуы мүмкін. Қазіргі жағдайда бізге жаңадан мысалға клиент келетін болса, соның данныйларын дәл осылай жазуымыз керек. Сол кезде мынау көбейіп тұра береді. Ол жерде миллион болуы мүмкін, миллиард болуы мүмкін деген сияқты. Әрине миллиард емес, енді миллиардтаған жазба сақталатын сондай деректер базасы әрине жетеді. Енді бізде осындай жазбалар бар әртүрлі, яғни таблицалар. Осының кез келгеніне біз жазба қосып көрейік. Ол үшін біз не істейміз? Insert деп жазамыз міндетті түрде, into және қай таблицаға? Текущий жағдайда бізге customers'ке. Customers және одан кейін қай поляларға жазба қосамыз, соны жазамыз. Қазіргі жағдайда бұл customer name болады. Одан кейін болады адрес дегенді жазайық. Үтір қоямыз. Бұның барлығын жазсаңыз да болады. Қайсысына данный қосу керек, соларды ғана жазасыз. Бізге керегі country. Одан кейін біз айтамыз, мына поляларға жазба қосу керек. Ал енді қандай жазба қосу керек? Values, яғни қандай деректер қосамыз? Бірінші мына жерде customer name деп тұрма, демек customer name неге тең? Соны жазамыз. Мысалға Ертай Конекшіп, мен өзімнің атымды жазайын. Үтір қоямыз. Одан кейін адрес деп тұр. Адрес жазамыз. Қазіргі жағдайда кез келген бір адресті жаза салайын, былай өтірік. Одан кейін country. Газды қойдым, яғни Қазақстан дегенді білдіреді. Run SQL-ды басамыз. SQL-ды жолдайтын болсақ, міне бізде осылай шығады. Сондай жағдайда қараймыз және бізге осындай шығарады. Жаңа байқаған болсаңыз 91 болған, енді 92 болды. Ең соңғы жағына түсеміз. Сол кезде міне аты Ертай Қуанышевқа тең. Мына жерде адрес осыған тең және қай ел? Қазақстан. Және жазылмаған жерлер 0 деп тұрады. Бұл деген сөз ештеңе жоқ дегенді білдіреді. 0 дегендің 0 болмағанын қаласаңыз, сол жерге бір деректерді жазсаңыз болады. Әрине, ол жерге 0 емес, басқа зат жазудың да жолдары бар. Бұны басқа бір сабақтарда қарастырамыз. Ол жерде, сосын мына жерде бір ескеретін жағдай primary key деген болады, арнайы уникальный ключ. Мына жерде міне бұл 1, 2, 3, 4 деп бұлай автоматты түрде өзі көбейеді. Біз бұны мына жерге жазбаймыз. Бұл жерге жазып қажет емес, ол автомат түрде өзі жазылады. Мына жерде customer ID деп тұр. Кейбір көптеген жерлерде негізі ID деп тұрады. Бұл енді разработчик қалай атады, соған байланысты. Мына уникалды ключ. Бұны жазбаймыз, автомат түрде осылай көбейе береді. 92 келесі 93 деген секілді. Бұл басқа да поляларда бар, міне order detail ID, одан кейін бар тағы да customer ID, мына жерде category ID дейді. Одан кейін shipper ID, бұл автоматты түрде осылай қосыла береді. Бұның барлығын қалпына келтіру үшін restore'ды басамыз және деректер бұрынғы қалпына келеді.